2004 жылы осы жерлерде 50 жылдығын өткізген уақытта Астанада Түркия қазақтарының құрылтайын, сол кездерде мына Түркияда бар Европаға шығып кеткені бәрін санаса 50 мыңдай қазақ бар екенін көреміз. Енді бұның сыртында мына 90 жылдары бертін Ауғанстаннан, Ираннан көшіп барған қазақтар барып отырып жатыр. Бірақ әңгіме ең алғашқы көшіп барған осы Түркиядағы қазақтар жөнінде, олардың ашқан уақыттар жөнінде болғай тұр. Осы арада мына Хасен Оралтай ағамыздың марқұм елім айлап өткен өмір деген кітабында мынандай дерек келтіріледі. Стамбул қаласының қазақтар орналасқан жерін Қазақкент деп атаймыз деп жүрген екен. Сол жерден жігерлі, бір белсенді сондай бір азамат шыққан екен, Рамазан Қарлыдақ деген. Сол азамат сол жерде 1976 жылы Түркістан қазақ отауы деген бірлестік ұйымдастырған екен, сондай үйірме құрған екен. Осындай бастамалар болған екен. Бірақ сол Қазақкент деген атау жаңағыдай жайбасарлық пен салбырлықтың салдарынан гөнеушілі болып қалып қалған екен. Қазақкент деген атын ала алмай қалған екен. Бірақ қазақтар бәрібір Қазақкент деп те айтып жүреді әлі күнге дейін. Көпшілік халық та сөйтіп айтып жүреді екен. Сол Қазақкент деген жерде сондай 1976 жылы қазақтардың ең алғашқы Рамазан Қарлыдақ деген ағамыз ашқан осындай бір үйірмесі болған екен. Оның сыртында 1986 жылы 17 желтоқсанда бұл Қалиф Алтай марқұм ақсақалдың қазақ түріктері уақыттар деген кітапшасы, жұқа кітапшаның ішінде осындай дерек келтіріледі. 1986 жылы 17 желтоқсанда Стамбулдың Зейтунбурны Нұрпаша деген елді мекенінде қазақтар қазақ түріктері уақытын ашады екен. Ол жерге құрылтайшы 19 адам болып сайланады екен. Олардың аттары, тізімдері бәрі жазылған. Соның ішінде 6,5 миллион теңге сол кездегі түрік ақшасымен қаражат жиналып, бұл қордың мақсаты Түркия қазақтарымен және жергілікті халыққа діни, әлеуметтік, мәдени, экономикалық көмек жасау болып мақсат етілген екен. Осы қол әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Оның сыртында 2017 жылы осы мына диссертацияны уақыф жөнінде зерттеу жұмыстарымен Түркияға барған уақытта, 2 айлық уақытта, сол кезде мына Стамбул қаласында Түркияның жаңа Қазақкент, қазақтар отырған жерінде 1992 жылы ашылған Қожа Ахмет Яссауи білім және парасат қоры. Уақытымен жолықтым, сол қорды барып көрдім. Бұл қор 1992 жылы ашылған екен. Бұны қорды ашуға себепші болған екі ақсақал қазақтың, Абдулхақ Имран мен Құрманияз Йолжу деген ақсақалдар өзінің жерін беріп уақыпқа деп. Осы жерде